Қайырлы күн достар. Сіздерге балықтың дәмі ұнай ма? Ал маған қатты ұнайды. Бірақ оны әрдайым майға қуырып жегеннің денсаулыққа пайдасы аз. Сол себептен бүгін мен балықты пеште пісірудің ерекше тәсілін көрсетемін. Ең бастысы денсаулығымызға пайдалы әрі дәмді болып шығады. Ол үшін балықты тазалап, осылай кесіп аламыз да екі бетінде. Тұз, қара бұрышын сеуіп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол уақытта көкөністерімізді тазалап, турап аламыз. Және оларға тұзын сеуіп, сұйық май қоямыз. Мен мұнда зәйтүн майын қостым. Зәйтүн майы да өте пайдалы. Енді противенге фольганы төсеп, керекті мөлшерінен кесіп аламыз да, ең астына пиязды төсеп аламыз. Оның бетіне балықты туралап қойып, балықтың ортасына да пияздарды саламыз. Өзіңіз қалаған көкөністерді балықтың жан-жағына қойып шығамыз. Менде картоп пен сәбіз болды. Көкөністерді қойып шыққаннан кейін лимонды қақ ортасынан бөліп, оны да жіңішкелеп тураймыз да, жаңағы балықтың кесілген жерлеріне арасына қойып шығамыз. Бетіне зәйтүн майын құямыз. Сосын фольганың жан-жағын қайырып, бетіне тағы да фольга жауып қоямыз. Бұл балықтың арасының жақсы пісуіне көмектеседі. 200 градуста қызып тұрған пешке балығымызды салып, енді салат дайындауға кірісеміз. Қияр мен қызанақты турап аламыз да, бетіне пияз турап саламыз. Банкідегі зәйтүнді алып, екіге бөліп, оны да қызанақ пен қиярдың үстіне қосамыз да, барлығын араластырып қоямыз. Енді дәмдеуіш, яғни заправкасын дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық зәйтүн майы, тұз және қара бұрышты сеуіп араластырамыз. Осының үстіне жарты лимонның шырынын құямыз. Және де бір чеснокты майдалап турап, оны да қосамыз. Бұл салатқа өте ерекше дәм береді. Заправкамыз дайын, енді оны салаттың үстіне құйып, араластырып қоямыз. Және ең соңғы қоспамыз қалды, ол брынза. Брынзаны 4 бұрыштылап, яғни кубиктап турап, салаттың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Өте дәмді әрі денсаулыққа да пайдалы салатымыз дайын болды. Осы уақыт аралығында, яғни 40 минут шамасында балығымыз да пісіп шықты. Енді оны алып, овальный дейміз ғой, яғни сопақша тәрелкеге осылай салып дастарханға ұсына берсеңіз болады. Балықтың дәмі өте керемет шыққан. Егер сіз бұлай жасап пісіріп көрмеген болсаңыз, пісіріп көріңіз, сізге де ұнайтыны анық. Сіздермен болған Замира.